Бүгін Ноқат районының Алмалық айлығында Алмалық орта мектебі пайдалануға берілді. Еске салсақ, аталған мектептің құрылышы 2023 жылы басталып, аға мемлекеттік қазынадан 65 миллион сом қаралған. Жаңы білім ұясында оқушылар үшін бардық шарттар түзілген, анда спорттық аянтча, ашқана, лабораториялық, емгек, компьютердік қаналар бар. Мұнда оқушылар қол емгек сабағынан атайын жабдықтардың негізінде сабақ өтеді. Мұндай шарттың түзілгеніне мұғалімдер жана оқушылар қуанышта. Мектепте жалпысынан 225 оқушы бар, 23 мұғалім емгектенет. Оқушылар 2 мөөнөттө окушат. Eski мектепте шарты жоқ эле чындыгында. Азыр жаңы мектебиз заманбап талапка жооп берген. Ар бир каналардын лабораториялык каналары бар, предметтик немелерге. Анан бизде компьютерде жетишпейт эле окуучулардын санына эски мектепте эми жаңы мектебибизде ошо талапка жооп бере турган интернет, компьютерлер бардыгы коюлду. Анан суу маселеси да тартыш эле бизде. Ошо суулар киргизилип, баягы лабораториялык иштерге бардык шарттар түзүлдү. Жалпы 26 компьютер коюлду, интернет уланды, бүгүнкү күндө бардыгы шарттары жакшы, эмеректери жаңы. Интернет ачып көрүңүздөр. Информатика мұғаліміміз. Қайсың бұл жігіт пе? Қаласа эми берден күчтүү айтыштер алмалган чат экен да? Өзүнүн окуучубуз. Интернеттин сапаты деле жакшы экен. Жок, кыргыз телеком уланткан сапаты жакшы, масы мегабайты жакшы берилген.